Meni atim Muhammad Ali, 5 sınıfında okuyman. Men qisqiq kanikulda jonivorlar ensiklopediyasini o'qidim. Onun içinde jonivorlarning tinish tirishiligi, ular ne isteydi, so'ni bari aytilgan. Bu da 13 bölüm var. Quşlar, balıklar, және tağ da başqalari. Менің атым Елеусіз Айзере, 5-Е сыныбы. Ілияс Жансүгіров атындағы номер 13 мектепте оқимын, 5-Е сыныбы. Мен қазақ әдеби кітабын оқыдым. Ол жерде ертегілер, ол жерде болмайтын заттарды болдырады. Мысалы, Жалмауыз кемпір, солар сияқты. Мен оқығаным Жалмауыз кемпір. Ол 4 қызды бір күні бір патша болады. Патшаның әйелі қайтыс болады. Қайтыс болған соң ол Жалмауыз кемпірді алады. Ол жақсы болады. Сосын ол қыздарды алдап, үйінің бәрін арбап, оны жоқ қылдырып жібереді. Сосын қыздары оны Жалмауыз кемпірге барып, өшін алып, әкелерін құтқарады. Ол жерде автордың мақсаты фантазиялық. Каникулда «Бір көзді дәу» деген кітапты оқыдым. Ол ертегі. Оның ішінде бір көзді дәу батыр, ада бір көзді бүркіт болады. Бір күні бір батыр келе жатқан кезде бір дәуді көреді. Оның жанында көп әшекейлер, тағы да көп тиындар жатады. Сосын ол батыр ол ақшаларды алып, өз еліне берейін деп айтады. Сосын ол деген бір көзді дәумен төбелесіп, екеуі бірімен сөйлескен кезде батыр оның аяғына семсерін талап, оның артына шығады да көзіне пышақты тығады. Море драконов, мен аты-жөнім Тұрсынбек Уәлихан, 5-Е сынып оқушысымын. Мен каникул кезінде Море драконов деген кітап оқыдым. Бұл кітапты Ресей қаласынан шыққан Мәскеев деген кісі ойлап тапты. Бұл кітапта Море драконов деген бұл Айдаһар және Ресунбек және Расулка деген қызбен ұл болады. Олар екеуі жүріп Айдаһарды табады. Айдаһардың жұмыртқасын алып кетем деп ойлап, бірақ Айдаһар ызаланып, содан судың астынан соғыс ашылады. Бұл фантазиялық кітап, себебі судың астында дракон болмайды. Бұның жұмыртқасын бәрі таласып, бұның жұмыртқасы басқа жақтардан да адамдар келіп алам деп ойлайды, бірақ та оны драконның өзі бермейді. Ызаланып, сосын бәрін өлтіріп ызаланады. Бұның аузынан от шығады. Оты қатты шыққан соң, ол судың бүкіл жерін алып тастайды. Мына кітап туралы автордың ойы, автордың айтқысы келгені ұрлық түбі қорлық. Ұрлық жасауға болмайды, және де ұрлық жасаған адам жаман жолға түседі. Автордың ойы сол. Кітапты қысқы каникулда оқыдым. Бұл кітап өте оңай. Бұл кітаптың ішінде өте көп деректер бар. Бұның ішінде менің құрбым бар. Оның аты Аруна. Аруна маған өте көп қызықты заттар айтты. Бұл кітаптың ішінде гүлдер, тамақ, әртүрлі аспаз заттар айтылды. Және бетке арналған крем, маскалар туралы айтты. Мысалы, бұл кітапта банан мен қауыннан жасалған салат. Бұл ған керек заттар: банан, қауын, қышқыл шырын және ұнтақталған жемістер жобасында осы кітапханадан кітаптар алыңыздар. Мен бұл жерде Harry Potter деген кітапты оқыдым. Мен ол жерде не түсінемінді қазір айтамын. Бұл жерде бір Harry Potter өз үйінде жүрген кезде оның ол деген балаласы болады басқа. Бірақ ол Harry Potter'ды өзі асырап алған.
сол кезде Harry Potter'ның туғанына болады. Ол төсегінде жатып ойлап жатады. Менің туғанымды бір адамда болсын білсе екен, мен өте қуанып қалар едім дейді. Сол кезде оны таңғы ас ішуге шақырады. Таңғы ас ішуге шақырған кезде үстелде бәрі отырған кезде әкесі бүгін қуанышты